Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгінгі қашықтықтан оқыту сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы қазақтың ұлттық ойындары. Енді сергіту сәтін Қаражорға биінің элементтерімен қайталайық. Сол себепті ең бірінші иықтың буындарынан бастаймыз. Аяғымызды алдыға қоямыз, қолымызды белге қоямыз, иығымызды алдыға, артқа кезекпен қимылдатамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі қимылымызға көшеміз. Иығымызды жоғары, төмен қозғалтамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Керемет. Келесі қимылымыз. Иығымызды кезекпен төмен жоғары қозғалтамыз. 1, 2, 3, 4. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4. Бәрекелді. Келесі қимылымыз аяқтың қимылы. Аяғымызды айқастырамыз. Кезекпен кезек өкшемізді көтеріп отырамыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ал енді аяғымызды шетке ашамыз. 1, 2, келесі жақ 3, 4. Жасаған осы екі қимылымызды біріктіреміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Керемет. Келесі қимылымызға көшеміз. Қолымызды алдыға қарай қоямыз. Қолымызды шетке кезекпен кезек айналдырып отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Керемет. Келесі қимылымыз. Оңға қарай қадам басамыз. Қолымызды алдымыздан айналдырамыз. Жоғары қарай тоқтатамыз. Сол иықпен білегімізді алдыға артқа қимылдатамыз. 1, 2, 3, 4. Келесі жаққа қарай қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Керемет. Достар, бүгінгі үйренген Қаражорға биіміздің қимылдарын күнделікті қайталап отырыңыздар. Сіздердің денсаулықтарыңызға өте пайдалы болады. Ханталапай қазақтың ұлттық ойыны. Ол асық ойындарының бірі болып саналады. Асық ойыны күндіз де түнде де ойналады. Күндізгісі мергендікке, түнгісі ептілікке баулиды. Талапай-ау талапай, табылды ойын алақай деп ойын басталады. Және балалар бірге қайталап, қоржындағы асықтарды отырған балалардың алдына шашады. Балалар жарыса қанталапай деп дауыстап асықтардыға таласып бөліп алады. Кім аз асық жинап алса, сол жеңілген болып есептеледі. Қанталапай балалардың жылдамдығын жеделдетеді, жүйке жүйелерін шыңдау, тілін дамытып, ойда сақтау қабілеттерін жетілдіреді. Жинаған асықтарын санай бастайды. Әр бала ойынға 5 асықтан тігіп, оларды атуға дайындалады. Хан асығы қолына түскен бала алғашқы болып ойынды бастайды. Тигізе алмай қалған жағдайда ойын жүргізушінің тапсырмасына жауап береді. Тапсырмаға дұрыс жауап берсе, бала келесі асықты атады. Ойын осылай жалғаса береді.
Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, үйде асық ойындар, асық түрлерімен қандай ойындар ойналады, соны біліп келеміз. Назарларыңызға рахмет.